Құрметті оқырмандарым, бүгін біз Қарақат мектеп студиясы Астана қаласындағы мектебіміздің тәуелсіздікті жырлаған тамаша концертінен кейін ұжыммен, мектеп басшыларымен, осындай кереге сияқты ұлттық нақыштағы әдемі мейрамханаға келіп, әрине ыстық тамаққа қазақ грилден арнайы тапсырыс берген болатынбыз. Олай болса, осы бір әдемілікті, сәнді бірге тамашалайық. Алпыс міне деп бастайық. Ал ассалаумағалейкум арда қазақ. Қонақ келсе қой соймайтын барма қазақ. Көрдік қой талайларды мен деген. Ет жеуген қазақпен қасқырға ешкім тең келмеген. Демекші сіздерге Қазақ Гриль компаниясы атынан жалын сәлем. Менің есімім Әділет, мен жеткізу қызметкер болып табыламын. Сіздерге өз шырында бұқтырылып пісірген қой етін ұсынуға мен өте қуаныштымын. Біздің тағамдар түйек қуаныш себептермен жиылған дастархан басына табылады деген ойдамын. Таза атам айтқандай, қонақ келсе ет пісет, ет піспесе бет пісет.